Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен 130-шы сұрақтан бастап оқимын. 130-шы сұрақ. Бағдарламаның негізгі қағидаты. Жауабы. Тәжірибелік қызметті нақты ғылыми зерттеулердің дәлелденген нәтижелерін кіріктіру болып табылады. 131-ші сұрақ. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үдерісін белгіле. Жауабы. Дәлелдерді сыни тұрғысынан талдау мен бағалау. 132-ші сұрақ. Базалық деңгейде сыни тұрғыдан ойлаудағы үдеріс саны. Жауабы 4. 133-ші сұрақ. Бақылау қызметтерінің бірі фокустық зейін маңдай бөліктерінің маңызы туралы айтқан ғалым. Жауабы Госвами 2006 жыл. 134-ші сұрақ. Бақылауды сұрыптайтын ақпараттық сұрыптап тұратын маңдай бөлігі екенін айтқан ғалым. Жауабы Госвами 2006 жыл. 135-ші сұрақ. Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Жауабы сыни тұрғыдан ойлау. 136-шы сұрақ. Бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Жауабы сыни тұрғыдан бағалау. 137-ші сұрақ. Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуы үшін жауапкершілік ала алады деп саналады? Жауабы 3 жастан бастап. 138-ші сұрақ. Балалар өздерінің сенім біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы. Жауабы оқушыға бағдарланған. 139-ші сұрақ. Балаларға білім алу қағидаттарын оқуда көмек көрсету неше сұрақты қамтиды? Жауабы 4. 140-шы сұрақ. Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тәсілі. Жауабы подкастинг. 141-ші сұрақ. Балаларды сүйетін жүрек қалауымен әрбір педагогтың қолжетерлік тәрбие мен оқытуды тұрақты жетілдіріп отыратын өнері. Жауабы педагогикалық шеберлік. 142-ші сұрақ. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі. Жауабы пайым. 143-ші сұрақ. Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктері. Жауабы ұтқырлық, сыңар жақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім. 144-ші сұрақ. Баланы өз ықтиярымен оқыту бұл. Жауабы педагогикалық жаңашылдықтың идеясы. 145-ші сұрақ. Баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті. Жауабы когнитивтік даму. 146-шы сұрақ. Баланың оқу және проблеманы шешу қабілеті дегеніміз. Жауабы когнитивті даму. 147-ші сұрақ. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін фактор саны. Жауабы 4. 148-ші сұрақ. Бандура өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін факторлар. Жауабы 1. Тәжірибе, қол жеткізілген нәтиже. 2. Пішіндеу, жанама тәжірибе. 3. Әлеуметтік сенім. 4. Физиологиялық фактор. 149-шы сұрақ. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін 4 факторды ерекшеледі. Олар жауабы тәжірибе, жанама тәжірибе, әлеуметтік сенім, физиологиялық факторлар. 150-ші сұрақ. Бар білімге сүйене отырып, тапсырманы шеше алмау немесе фактыны түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы. Жауабы проблемалық ситуация. 151-ші сұрақ. Барлық қорытындылардың бағасы мүмкін болатын көзқарастар және келешектегілерді қарастыру және тану
альтернативті талдап түсінулер және үнемі іздену үшін ашық болуға тырысу. Жауабы ұтымдылыққа жол. 152 сұрақ. Барнс 1976 жыл мен Мерсердің 2000 жылғы айтуынша зерттеушілік әңгіме. Жауабы мұғалімдердің оқушылары әңгімеге тарту кезінде болып табылатын әңгіменің түрі. 153 сұрақ. Басқа оқушыларға қайта бағыттау көмектесе алатындар бар ма деп басқаларға бағытталған сұрақтар. Жауабы қайта бағыттау. 154 сұрақ. Басқаларды серіктестікке тартып, рефлексия мен өзін-өзі бағалауға қатыстырылатын тапсырмалар. Жауабы әріптестер арасындағы пікірталас. 155 сұрақ. Басқалардың білімі және ойлау үдерісі туралы ойлау. Жауабы метатану. 156 сұрақ. Баянды, мызғымас, негізгі ішкі қағидаттар мен стандарттар. Түйінді құндылықтар өте тұрақты болып келеді, ал өзгерсе өте баяу, әрі ұзақ уақыт бойы өзгереді. Түйінді құндылықтар біздің өмір, өзіміз және бізді қоршаған адамдар, жалпы адамдардың әлеуеті және қоршаған адамдардың әлеуеті туралы көзқарасымыздың қалыптасуына негіз болады. Сондай-ақ құндылықтар дегеніміз біздің сенетін дүниеміз, олар біздің қоршаған ортаға деген қарым-қатынасымызды және мінез-құлқымызды анықтайды. Жауабы құндылықтар. 157 сұрақ. Белгілеу кезеңінде СТО технологиясы бойынша сабақты өткізу кезінде оқушыларда мүмкіндік болу керек. Жауабы ары қарай жаңа жағдаятта талдау үшін осы білімді қолдану. 158 сұрақ. Белл-Ланкастер жүйесі. Жауабы 600-ден астам оқушылармен үлкен залда өткізеді. Содан соң топтарға бөледі. 159 сұрақ. Белсенді оқытуда. Мұғалім үй жұмысын жұпта, топта талқылауын ұсынады. Мұғалім формуланы қарастыруды және оқушылардан олардың не үшін қажет екенін болжауын сұрайды. Оқушыларға эссе жазуға тапсырма береді. Содан кейін жұмыс жұпта және топта талқыланады. Жауабы оқыту процесінде барлығының тартылуы қамтамасыз етілді. 160 сұрақ. Белсенді оқытудың базалық принципі болып табылмайды. Жауабы нақты білім алу және бақылау.